Сіздерге сұрақ, бастырылған кездеріңіз болды ма? Ұйықтап жатып денеңізді қозғағыңыз келеді, бірақ қозғай алмайсыз. Кімнің басынан өтті? Қане, қол көтерейік. Йоу, бүкіл манчестерліктерде болыпты ғой. Жақсы, бұның не екенін білесіз бе? Көп адамдар бұны жын дейді. Жын денемді басып алды, жын кеудеме отырып алды, қозғала алмайсың, дым істей алмайсың, тіпті демала алмайсың. Бір кезде әйтеуір босайсың. Бұның не екенін білесіздер ме? Бұл бір ауа, басыңыздың төмен жақтарында тұрып қалған. Сіздің тыныс алу жолыңызды бұғаттап тастағандықтан болады. Бұл, қалай айтамыз бұны? Мәселе осы нәрседе. Ауа жолдарын бұғаттап тұр. Оны төмен түсіріңіз. Ауа жолдарын бұғаттап тұр. Орныңыздан тұрыңыз, жататын жерді жақсылап тегістеп алыңыз. Немесе ұйықтарда бір қырыңызбен жатып, ұйықтаңыз. Жаңа қол көтергендер айтсын. Бұл нәрсе шалқаныңызбен жатқанда болады ма? Қане, қол көтерейік. Басқаша жатқанда болса, қол көтерейік. Жақсы, айтқым келгені бұл құбылысқа жайсыз жатуымыз әсер етеді. Бірақ бәрін дұрыс істесеңіз де, түнде бір нәрсе мазалайтын болса, Аят-Аль-Курсиді оқыңыз. Бәрі жақсы болады. Түнде бір нәрсе мазалайтын болса, егер уайымдап отырсаңыз, онда Бақара сүресінің алғашқы 5 аятын оқыңыз. Алиф лам мимнен муфлихунға дейін. Кейін Аят-Аль-Курси. Кейін Бақара сүресінің соңғы 2 аяты. Бақара сүресінің соңына дейін. Соңғы 2 аят. Бұл хадисте айтылады. Сондай-ақ, «Құл аузу бироббил фалақты» 3 рет, «Құл аузу бироббин насты» 3 рет оқып, алақаныңызға үрлеңіз. Денеңізді толық сипап шығыңыз. Оямдамай ұйықтаңыз, бәрі жақсы болады. Еш нәрсе қасыңызға жолай алмайды, сізге дым болмайды.